Йодты жатар алдында жағудың әсері. Бір жергілікті әсері. Йодты теріге, әдетте тор қылып жаққанда ол қан айналымды жақсартып, бұлшық ет пен буындардағы ауырсынуды аздап жеңілдетеді. Суық тигенде кеуде, арқаға жағу арқылы жылтып, жеңіл тыныс ашатын әсер береді. 2. Микробтарға қарсы қасиеті. Йод табиғи антисептик. Кішкене жара, сызат, қабыну бар жерде микробтың көбеюін тежейді. 3. Йод тапшылығының белгісін анықтау. Кейбіреулер йодты терге жағып, таңертеңге дейін қаншалықты жоғалғанын қарап, ағзада йод жеткілікті ме, жоқ па, соны шамалайды. Егер тезсін кетсе, ағзаға йод жетіспейді деген пікір бар, бірақ бұл ғылыми тұрғыда толық дәлелденбеген. Қауіптері мен сақтық шаралары. Терге жиі жағуға болмайды, күйдіріп, аллергия немесе тітіркену тудыруы мүмкін. Балаларға абайлау керек, әсіресе жас сәбилерге дәрігер кеңесінсіз мүлдем қолданбаған дұрыс. Қалқанша безі ауыратын адамдарға гипертиреоз, түйіндік зоб, дәрігерден рұқсатсыз йод жағуға болмайды. Ішке ішуге немесе көп мөлшерде пайдалануға болмайды, улану қаупі бар. Қорытынды. Йодты жатар алдында жағу халық медицинасында қолданылатын әдіс. Ол ауырсынуды жеңілдетіп, жергілікті қан айналымды жақсартып, суық тигенде көмектесуі мүмкін. Бірақ бұл емнің негізгі түрі емес, тек қосымша әдіс қана. Дәрігер тағайындаған емді алмастырмайды.